Ақбөкендер азыққа айналады ма? Өткен жылы Қазақстандағы киіктердің саны 2,7 миллион деп есептелсе, қазіргі ресми көрсеткіш 3,9 миллион. Мемлекеттік және мамандандырылған органдардың алдында мынадай мәселе тұр. Популяция санын қалай басқару керек? Атудың жанама өнімдерін кәдеге жарату немесе пайдалану, жабайы жануарлардың етін қауіпсіз өңдеуді қалай жолға қою керек? Бұл ретте браконьерлік, санитарлық және ветеринарлық талаптарды бұзудың алдын алуға ерекше назар аударылуда. Енді табиғатты қорғау қағидаттарын сақтауға шақырылған министрлік киіктердің тағдырын шешпек. Оларды етке пайдалану керек пе жоқ па? Экология және табиғи ресурстар министрлігі Ерлан Нысанбаев өндірісті іске қосуға дайын инвесторларды тауып үлгерді. Ақбөкендердің саны мәселесі қоғамда дәстүр бойынша қызу пікірталас тудырды. Соңғы жылдары популяцияның өсуіне байланысты талқылау практикалық бағыт алды. Экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін табынның бір бөлігін алып тастау қажет болса, бұл жануарлардың етін тамақ ретінде пайдалануға болады ма? Медицина ғылымдарының докторы, Қазақ тағамтану академиясының президенті Алмаз Шарманның айтуынша, ақбөкен еті әлемдегі ең үздік диеталық өнімдермен бәсекеге түсе алатын ақуыздың, дәрумендер мен микроэлементтердің табиғи концентраты. Қазақстан Республикасының экология министрлігінің бұйрығымен ақбөкен етіне кешенді химиялық талдау жүргізілді. Зерттеу көрсеткенде 100 грамм еттің құрамында ақуыз 20 грамм, май 9 грамм, Д дәрумені 91,7 микрограмм, В5 дәрумені 8 миллиграмм, темір 3,9 миллиграмм, мырыш 6 миллиграмм, Л-карнитин 132 миллиграмм бар. Сонымен қатар композицияда магний, селен және В дәрумендері табылды. Сарапшылардың пікірінше, ақбөкен етін жоғары сапалы және органикалық шығу тегіне байланысты еуропалық диетологиядағы балыққа немесе аңға ұқсас функционалды тағамдық өнім деп санауға болады. Алмаз Шарман ақбөкен етінің Д дәрумені, темір және толық ақуыз тапшылығына бейім халық топтары үшін ерекше құнды екенін атап өтті. Ең алдымен ол төмендегі топтарға пайдалы болуы мүмкін. Олар балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге, қарт адамдарға, жоғары физикалық немесе психикалық стрессті сезінетіндерге, балық пен теңіз өнімдеріне қол жетімділігі шектеулі аймақтардың тұрғындары. Қазақстанда киік еті сатылымға шыққаннан бері қоғам оның қандай аң екенін, етінің дәмін, қасиетін талқылай бастады. Алуан пікір айтылып жатыр. Тіптен кейбір адамдар киіктің киесінен қорқып, етін жеуден бас тартса, тағы бірі халқымыз қадірлеген аңды бұлай жаппай ату обал деп санайды. Бұл етті таңсық көріп жегендер таңдайда қалған дәмін 4 түлік мал мен даладағы қоңыр аңның қайсысының етіне ұқсатарын білмей тамсанып та жүр. Қорыта айтқанда, біздің халықтың басым бөлігі Қазақстанда тіршілік ететін отаны ортақ киелі аңды толық біліп, болмысын танып түсінбеген секілді. Сондықтан біз осы бір елді елеңдеткен, қызықтырған сауалдардың жауабын іздеп, Арқалық қаласының құрметті азаматы, өлке танушы Шөптібай Байділдин ағамызға хабарласып, абыз ақсақалдың кесімді уәжіне жүгіндік. Киік Алланың ерекше жаратқан аңы, жер бетіндегі сұлулықты, парасаттылықты, тазалықты, мәрттікті, мейірімділікті, аңғалдықты киіктің бойынан іздеу керек деп есептеймін. Сондықтан да оның ешбір аңға ұқсамайтын қасиеті көп-ақ. Кезінде кеңес үкіметі киіктің белгілі бір мөлшерін атып, арзан етті халық игілігіне жаратқан. Сол тұста мен де киік аулаған адаммын. Киіктің етін өндіріс бригадасына, шөпшілерге апарып беретінбіз. Ол кезде жыланшықтың бойында киіктер миллиондап жүретін. Киіктің аңшының алдын әдейілеп бір кесіп өтіп, ажалдың алдында тағдыр тәлейін сынап, көзсіз ерлік жасайтынына, мәрттігіне таңданатынбыз. Қашқан кезде сүрініп құласа, қайтып тұрмай жата береді. Ондайда байлайтын жіптің де керегі жоқ. Бауыздағанда тұяқ серпейтіні киіктің киелігінің бір дәлелі. Қазіргі күні осында ерекше қасиетін білмейтін адамдар киік шошынып қозғала алмай жатыр деп ойлайды екен. Тұзаққа оп-оңай түсіп қалатын аңқау аң.
Сонымен бірге киік өте аңқау аң. Аңшылар оның шұбырып жүретін жалғыз аяқ жолына қақпан, тұзақ құрып қойса, осқырып үркіп алып, соған оп-оңай түсіп қалып жатады. Ал бір табын болып шұбырып бара жатқан киіктің артындағы текесін атсаң, үйір алдыға емес артына бұрылып қашады. Содан алдын бастаған екінші текені де атып аласың. Тұмсығының еті сиырдың тілі сияқты. Ерте кезде де киік аулау қазақтың қосалқы кәсібі, күнкөрісінің бір саласы болған ғой. Қазақ кең Сахарада таза ауа жұтып, судың тұнығын ішіп, киік оты секілді нәрлі, дәрі шөптерді талғап таңдап жейтін киіктің дәмді етін жеп, кәдесіне жаратқан. Біз де бұрын киіктің басына дейін үйтіп жейтінбіз. Тұмсығы толған май, тұмсығының еті сиырдың тілі сияқты болады. Семіз текелерін жақсылап тұздап, салқын жерге жел қақтырып жайып тастаса, бір айдан соң сүрленіп, дәмі, иісі жылқының еті секілді болып тұрады. Оның етінің қасиеті сол жазда құрттамайды, тез сасып кетпейді. Қазақ көбінде киіктің етін өз майына қуырып, қуырдақ жасайды. Мәнті жасасаң да дәмді болады. Ал терісі ең сапасы жоғары былғары. Мүйізін, тұяғын, қанын шипалық қасиеті зор дәрі-дәрмектер жасау үшін пайдаланған екен. Зоолог мамандардың айтуынша, ұрғашы киіктер іштегі төлінің ұрғашы немесе еркек болып тууын өздері реттейтін көрінеді. Егер араларында текелері азайып бара жатса, сол жылы кілең еркек лақтарды өмірге әкелетін, өз есімін өзі бақылайтын, жер бетіндегі бір ғана жануар осы киік. Осыдан кейін Құдайдың құдіретіне таң қалмай көріңіз. Қазақ жұрты иттің иесі бөрінің тәңірісі, ақ бөкеннің киесі бар деп қадір қасиетін жете түсінген. Сондықтан киіктің санын реттеміз деп жаудай тиіп, асыра сілтеп, жойдақсыз қыра беруге де болмайды.